Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, менің оқырмандарым. Жаңа кешке офисте жұмыс істеп қазіргі кезде менің офисім Ақтау қаласында, Жаңаөзен қаласынан жауып Ақтау қаласына ауыстырғанмын. Бәкең деген, Бека деген ағамыз хабарласып тұр Жаңаөзен қаласынан. Менің ұялы телефонымды TikTok парақшамнан алған екен. Осыдан 10 шақты күн ба, 15 шақты күн бұрын Есмағамбетов Ерлан деген 1991 жылғы жігіт, Ақтау қаласының жігіті, қазақ бауырымыз, ұры беріш, Каспий теңізі, яғни ана Фетис жақта, Кендірлі жақта Дариға Назарбаеваның салдырған вилласы бар. Сол виллаға охрана болып, күзетші болып уақытша кетіп, бір досым орын ауыстыра ма, сондай. Сол жақтан барып жоғалып кетті. Сол бойынша қазіргі кезде Қарағай ауданы тергеп тексеру, сотқа дейінгі тергеп тексеру жұмыстарын бастады, алайда нәтиже жоқ. Сол мына Есмағамбетов, жаңа Бәкең деген ағамыз маған телефон соғып, енді мына ішкі істер органдарында бірнеше жыл жұмыс жасап, тергеу саласында жұмыс жасап, талай қылмыстарды, жоғалған адамдарды талай іздестіріп, осындай жұмыстарды қалай іздестіру керек екенін білетін болғаннан кейін, маған өзінің жаңағы ұсынысын айтып, інім, сен енді талай затты көрдің ғой, қалай іздеуге болады деп менен сұрады. Мен енді айтайын дегенім, ағайындар, бір күн жұмысымызды қиғанда ештеңе де болмайды. Мен енді осы алдағы апта ертең бұйырса Шымкентке ұшып бара жатырмын. Бірінші күн Шымкентте боламын, екінші күн қайтып ұшып келемін. Бір аманатпен кетіп бара жатырмын. Алдымыздағы субботаға бұйырса, давай бір күнге іздестіру жұмысына атсалысайық, жігіттер. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарайық, ағайындар. Енді біреудің білумен де азаматы 91 жылғы жігіт, Ақтау қаласының жігіті, бұрын ондай жерде көрмеген, жоғалып кетіп отыр. Бір семьяның әкесі. Ағайындар, енді менің сіздерге айтайын дегенім, мен өз тарапымнан, енді мен адвокат болып, өз нәпақамды содан тауып жүргеннен кейін, будни былай жұмыс күндері менің жұмыстан қолым тимей қалуы мүмкін. Бірақ субботаға бұйырса бір күнімді арнағанда менің ештеңемде кетпейді. Сол үшін ағайындар, менің оқырмандарым, және осы азаматтар көріп отқандар, барлығыңыз атсалысайық. Бұйырса алдымыздағы субботаға кімде дрон бар, кім кинолог, кімде ит бар, жақсы испен іздейтін. Сол адамды сол бауырымызды іздеуге шығайық. Менде енді биік машина жоқ, жеңіл машина бар. Мен Темір бабаға шейін өз машинамен бара аламын. Ары қарай мотоцикл болса мотоцикл. Мен өзім мотоцикл айда десе мотоцикл айдаймын. Атқа мініп іздесе десе мен атқа мініп іздеймін. Ер салып берсе ермен іздеймін, ермен мініп. Жайдақ мініп іздесе десе мен жайдақ мініп іздеймін. Маған ол жақ ешқандай проблема емес. Себебі мен өзім әуелде бәйгі аламын. Сол үшін ағайындар, кімде дрон бар, кімде жаңағындай иіс білгіш, үйінде овчарка иттері бар, давай ағайындар тартылайық, жиналайық, осы азаматты іздеуге бір күнімізді арнайық. Еріктілер болса, еріктілер, негізі еріктілер болып, мысалға 10 шақты адам, ана жаққа бір адам, мысалға 100 метрден бүйтіп қойып іздеген дұрыс болады да. Бұл адамды тағы да қайталап айтам, жаңағы бауырымыз Дариға Назарбаеваның вилласына барып, сол жерде жаңағы енді нәпақа табу үшін барып, күзетші болып енді айлық алады ғой, ақша алады ғой. Соған барып, сол жақтан шығып кеткен. Сол жақтан шығып кетіп, в общем, жоқ, телефон сол жерде қалдырып кеткен дейді. Енді бұрын оның психологический ауруы жоқ дейді, мен естуім бойынша. Бұрын өйтіп, бұрын жоғалып көрмеген, ол қайда кетуі мүмкін? Ағайындар, бір ауыздан, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып іздеуге атсалысайық, ағайындар. Баршаңызға рахмет. Менің осы қазіргі айтып жатқан бейне үндеуімді шама келгенше барлық жерге таратайық. Пікір қалдырыңыздар, шама келгенше атсалысыңыздар, ағайындар. Баршаңызға рахмет. Бауырымыз табылып кетсін, Алла жеңілдігін берсін.